Беліңіз ауырып, ауырсыну бөксеңізден өтіп аяғыңызға дейін тарайды ма? Кейде адам мұны жай ғана белдің шаршауы немесе бұлшық еттің тартылып қалуы деп ойлайды. Бірақ ауырсыну белден бөксеге, санға, балтырға немесе аяқтың табанына дейін түссе, бұл седалищный нервтің тітіркенуімен байланысты болуы мүмкін. Седалищный нерв белдің төменгі бөлігінен басталып, бөксе арқылы аяққа қарай өтетін ірі нерв. Оны бел омыртқасынан шығатын бірнеше нерв түбірі құрайды. Нерв қысылғанда немесе тітіркенгенде адам ауырсынуды тек белінен емес, нервтің бойымен аяғына қарай сезуі мүмкін. Седалищный нерв неге қысылады? Ең жиі кездесетін себептердің бірі омыртқа аралық дискінің жарығы немесе томпаюы. Дискінің бір бөлігі сыртқа қарай шығып, нерв түбіріне қысым түсіруі мүмкін. Бұдан бөлек омыртқа өзегінің тарылуы, омыртқалардың бір-біріне қатысты ығысуы немесе бел аймағындағы жарақат та нервтің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін. Ұзақ уақыт бір қалыпта отыру, белге көп күш түсіру, ауыр затты дұрыс көтермеу және артық салмақ та белге түсетін жүктемені арттыруы мүмкін. Бірақ белі ауырған әр адамның диагнозы бірдей емес. Сондықтан аяғым ауырып тұр, демек седалищный нерв қысылған деп өз бетіңізше диагноз қоюға болмайды. Енді седалищный нервтің 5 белгісіне тоқталайық. Бірінші белгі белден аяққа тарайтын ауырсыну. Бұл ең жиі байқалатын белгілердің бірі. Ауырсыну белдің төменгі жағынан басталып, бөксеге, санның артқы жағына, балтырға және кейде аяқтың табаны мен башпайларына дейін таралуы мүмкін. Ауырсынудың сипаты әртүрлі болады. Бір адамда сыздап ауырса, екінші адамда күйдіріп, шаншып немесе электр тоғы жүргендей сезілуі мүмкін. Кейде аяқтың ауырғаны белдің ауырғанынан да қатты болады. Екінші белгі ұю және шаншу. Аяғыңызда құмырсқа жүргендей, ине сұққандай, аяқ мүйіп қалғандай сезім пайда болуы мүмкін. Ұю мен шаншу көбіне ауырсынумен қатар жүреді. Бұл нервтің қалыпты жұмысын бұзатын қысым немесе тітіркену болған кезде байқалуы мүмкін. Үшінші белгі аяқтың әлсіздігі. Кей жағдайда мәселе тек ауырсынумен шектелмейді. Аяқта әлсіздік сезілуі мүмкін. Мысалы, адам баспалдақпен көтерілу кезінде бұрынғыдай күш сала алмайды, немесе аяғын басқару қиындағанын байқайды. Аяқтағы айқын немесе үдеп бара жатқан әлсіздікті елемеуге болмайды. Өйткені нервке түсетін қысым күшейіп жатқанын көрсетуі мүмкін. Төртінші белгі жөтелгенде, түшкіргенде ауырсынудың күшеюі. Кей адамдарда ауырсыну жөтелгенде немесе түшкіргенде күшейеді. Ұзақ уақыт отыру кезінде де белгілердің күшеюі мүмкін. Сондықтан күні бойы отырып жұмыс істейтін адамдар белі мен аяғындағы белгілерге ерекше назар аударғаны дұрыс. Бесінші белгі ауырсынудың көбіне бір аяқта болуы. Седалищный нервке байланысты белгілер көбіне дененің бір жағында байқалады, яғни бір бөксе мен бір аяқта ауырсыну, ұю немесе шаншу болуы мүмкін. Ауырсыну аяқтың артқы жағы мен төмен қарай тарауы ықтимал. Белден аяққа ауырсыну берсе не істеу керек? Ең алдымен ауырсынудың себебін анықтау маңызды. Егер ауырсыну жеңіл болса, ұзақ уақыт төсекте жатып қалмай, жағдайыңыз көтергенше күнделікті қозғалысты сақтауға болады. Ұзақ уақыт қимылсыз отыру немесе жату кей адамдарда жағдайды нашарлатуы мүмкін. Жеңіл қозғалыс, физиотерапия және арнайы жаттығулар кей адамдарға көмектеседі. Бірақ кез келген жаттығу бәріне бірдей сәйкес келе бермейді. Егер белгілі бір қозғалыстан кейін ауырсыну қатты күшейсе, немесе аяққа бұрынғыдан да төмен қарай тараса, сол жаттығуды тоқтатқан дұрыс. Енді массаж жасауға болатын ма деген сұраққа жауап берейік. Кейбір адамдарда массаж бұлшық еттердің керілуін азайтып, уақытша жеңілдік беруі мүмкін. Бірақ массаж нервтің қысылу себебін автоматты түрде жоймайды. Егер ауырсынудың себебі диск жарығы немесе басқа омыртқа мәселесі болса, негізгі себепті анықтау маңызды. Сондықтан қатты ауырсыну кезінде өз бетіңізше белді қатты уқалатып немесе омыртқаны күшпен салдыртып жіберуге тырыспаңыз.
Енді сіздерге седалищный нервке байланысты ауырсыну кезінде жасауға болатын 5 қарапайым жаттығуды көрсетеміз. Жаттығуларды асықпай орындаңыз. Ауырсыну күшейсе тоқтатыңыз. Бірінші жаттығу: шалқаңыздан жатыңыз. Тізені бүгіп, аяқты еденге қойыңыз. Екі тізені ақырын бір жаққа қарай түсіріп, қайта ортаға келіңіз. Содан кейін екінші жаққа қайталаңыз. Қозғалысты асықпай орындаңыз. Екінші жаттығу: шалқаңыздан жатып, бір тізені кеудеге қарай ақырын тартыңыз. Бірнеше секунд ұстап бастапқы қалыпқа қайтарыңыз. Содан кейін екінші аяқпен қайталаңыз. Қозғалыс сізге жайлы болуы мүмкін. Үшінші жаттығу: ішпен жатыңыз. Қолды иықтың жанына қойыңыз. Жамбасты еденнен көтермей, кеуде тұсын ақырын көтеруге тырысыңыз. Белді қатты майыстырмаңыз. Егер аяққа тарайтын ауырсыну күшейсе, бұл жаттығуды тоқтатыңыз. Төртінші жаттығу: шалқаңыздан жатып, тізені бүгіңіз. Бір аяқты ақырын көтеріп, қайта түсіріңіз. Қозғалысты ауыртпай, баяу орындаңыз. Мақсат аяқты күшпен созу емес, денені біртіндеп қозғалысқа келтіру. Бесінші жаттығу: күнделікті жеңіл жүруді әдетке айналдырыңыз. Ұзақ уақыт бір орында отырып қалмаңыз. Әр уақыт сайын орныңыздан тұрып, аздап жүріп, денені қозғалтқан пайдалы. Бел ауырған кезде күні бойы төсекте жата беру міндетті түрде жақсы шешім емес. Мүмкіндігінше қалыпты күнделікті қозғалысты сақтау ұсынылады. Егер сізде осындай белгілер болған болса, комментарийге жаза кетіңіз. Ауырсыну беліңізде ғана ма, әлде аяққа дейін түседі ме? Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.